бала сүйе алмай жүрген адамдар мынандай болғанда, Мариям анамызды Имран деген, Али Имран деген, яғни Имранның отбасы деген сүре бар. Али Имран, яғни Имранның отбасы деген сүре бар Құранда. Сол сүрені оқыңыз. Сол сүреде келеді. Қазақшасын оқысаңыз да болады. Кім жаңағы Имранның әйелі жүкті болған кезде, егер қарнымда ол перзент болса, ол перзентті Алла жолында уақыф етемін дейді. Алла жолында қызметке беремін дейді. Олардың дәстүрлері, олардың жаңағы шариғаттары бойынша, жаңағы адам өзінің қарнындағы перзентті Алла жолында атап, жаңағы мешітке қызметке беретін болған. Кішкентайынан сол мешітке тапсырып жүретін болған, сол жерде қызмет қылып, сол жерде өсетін болған. Сөйтіп айтады. Сол кезде ол ұл емес қыз туып қалады. Сонда айтады: "Фаламма вадата қалат рабби инни вадатуха унса." Жаңағы босанған кезде таңғалып еді: "Я Раббым Алла, мен қарымдағыны сенің жолыңда атаған едім. Ал мен қыз туып қалдым. Қызды қалай атаймын?" дейді. Сөйтіп жаңағы қызды Мариям қояды да атын, сөйтіп жаңағы неге мешітке атайды. Вакаффалаха Закария дейді Алла Тағала. Яғни оны Закария алейхиссалам кепілдігін алады. Куллама дахала алейха Закария ал-михраба ваджада индаха ризқа дейді. Енді Закарияның үйінде өсіп жатыр. Ол жаңағы михрабтан бір бөлме істеп берген, сол жерде құлшылық ғибадат жасап отырады жаңағы Мариям анамыз. Закария алейхиссалам әрқашан жаңағы Мариямның алдына кірген кезде, Мариям анамыздың алдында түрлі ризық несібелер тұрады. Жазда қыста пісетін өнімдер, қыста жазда пісетін өнімдер тұрады. Сонда анна лаки хаза дейді. Енді Құранда жаңағы Али Имран сүресінде келеді. Яғни бұл саған қайдан келді бұл байлықтың, ризық несібенің бәрі? Қайдан алып жатсың? Мәселен, жазда алма жазда піссе, қыста алдында алма тұрды. Егер қыста мәселен помидор пісетін болса, жазда тұрды сол помидор алдында. Бұның барлығын қайдан алып жатсың десе, қалет емин айндиллах дейді. Яғни ол айтады, бұл Алла Тағала тарапынан болып жатыр дейді. Яғни Аллах Субханаху ва Тағала болған жоқтан бар етіп, бірден ешқандай себепсіз алдына жазғы өнімді қыста, қысқы өнімді жазда жаратып беріп отырады. Сол кезде Закария алейхиссаламның әйелі ұзақ уақыттан бері құрсақ көтермей жүрген болады. Ұзақ уақыттан бері құрсақ көтермей жүрген болады. Айтады, сол кезде Закария дейді. Хуналика да'a Закария рабба. Сол кезде Закария Раббасына дұға етіп айтты дейді. Не деді? Рабби хабли мин ладунка зурриятан таййибатан иннака сами'уд ду'a. Я Раббым Алла, маған өз тарапыңнан көркем, жақсы перзент бер. Ей, дұғаларды естуші Раббым деп айтты дейді. Қараңыз. Осы дұғасын Аллах Субханаху ва Тағала қабыл етіп, оған перзент берген. Аллах Субханаху ва Тағала бұл дұғаны бекерден бекер, тектен тек Құран-ы Кәрімде айтқан жоқ. Құран-ы Кәрімде келтірген жоқ. Осы дұғаны Рабби хабли мин ладунка зурриятан таййибатан иннака сами'уд ду'a деген дұғаны қазақшасын болсын, арабшасын болсын 41 рет айтыңыз қосылардан алды. Сіз және күйеуіңіз бірге айтсын. Сөйтіңіздер де дәрет алып келіп айтыңыздар. Сөйтіңіздер де екі бас намаз оқып жақындаңыздар. Иншалла жақсы результатты көресіз. Біз бірнеше адамға осылай кеңес бердік. Бірнеше адамнан осы қуанышты хабарды естідік.